Достар, біз кезекті круиздік саяхаттамыз. Және де бұл саяхат біз ойлағаннан да қызықты болып шықты. Сіздерге айту үшін, сезіндіру үшін жеті артықшылығын айта кетейін. Бірінші ол әрине достар сапалы тамақ. Кез келген уақытта міне мейрамханадан ұнаған тамағыңызды, адал тамағыңызды тапсырыс бере аласыз. Сіздерге екі даяшы қызмет көрсетеді. Және де егер де бұл тамақтар көңіліңізден шықпаса, міне осындай буфеті бар. Бұл буфет түнгі 12-ге дейін істейді. Сосын түнгі 2-ге дейін істейтін пиццериясы бар. Сусындар 24 сағат қолжетімді. Сондықтан тамақ жағын уайымдамасаңыз болады. Екіншіден міне шоу, театр, цирк, түрлі қойылымдар, кейбір күндері тарихи қойылымдар қойылады. Әр қойылым өзінің бір маңызды несі бар, мәні бар, сонысы ұнады. Сосын осындай міне интеллектуалды ойындар ойнатып жатыр. Кәдімгідей жеңімпазды таңдайды, өзінің сыйлықтарын береді. Барлық күнтізбе бойынша үшіншіден сауатты өмір салтын ұстануға керемет жағдайлар жасалған достар. Қазір таңғы міне 6-дан кешкі 9-ға дейін фитнес. Енді мына жақта кәдімгідей бір ұзақ уақыт болсаңыз, өзіңізге ұнаған дене қалпыңызды міндетті түрде қалыптастыра аласыз. Міне далада осындай бассейн, джакузи, балаларға жылысы, орташа температурадағы өздерінің бөлек несі бар, ойнайтын зоналары. Барлық енді сондай салауатты өмір салтын сақтауға жағдай жасап қойған. Балалардың бөлек осындай аквапаркі бар. Аспанның астында тіпті кино көруге болады. Сол жайлы міне ойындар қазір осының барлығы теннис, футбол, волейбол. Таза ауада қазір міне кетіп бара жатыр. Тынық мұхитында кеме деген. Ал ішінде міне қаншама түрлі нелер болып жатыр, иә, адамның мысалы көңілін аулайтын. Осындай хобби қаласаңыздар болады. Біз әкесі бар, барлығымыз соны үйреніп, осы төбеге шығып, міне серфингті жақсы үйренуге тырысып, 7 түн болсақ, 7 түн осы серфинг бізге қатты ұнады. Міне балаларға ойын машиналары, осы 4 сағат ойын машиналарын осылай айдатады. Күнде 4 сағат, 5 сағат барлығын қадағалайды. Міне біздің Зейінді екен шыңға өрмелеп, өзінің арманын орындады, мақсатын қойып еді. Соңына дейін шығамын деп, анау қоңырауды басамын деп, арманы орындалып, риза болып жатыр. Өздері түсіндіреді бір жақсы. Осылай шығу керек, түсу керек, қорықпа деп деген. Бәрі ағылшын тілде. Енді осыны бір ерекше атап өткім келеді достар. Қараңыздаршы, мына жақта ағылшын тілді нянялар балаларды күніне 4-5-7 сағаттан қарап береді. Балалар риза, бірге тамақ жейді, ойнайды. Міне риза болып қазір шығып келе жатыр түнде. Әкесі екеуміз алып қайттық. Әкесі екеуміз қаладан келгенбіз. Нянялардың бәрін аттарын жатқа біледі. Ертесі күні және барғысы келіп тұрады. Сосын әрине бұл кеменің ең басты артықшылығы бірнеше қала, бірнеше ел көру. Және де шыққан кезде барлық осы информация, ақпарат дайын тұрады бір жақсы. Осылай міне